Қайырлы күн, сіздермен бейбіт қыз Айдана. Бүгін сіздермен тез дайындалатын және де дастархан сәнін келтіретін тіске басарлар дайындаймыз. Ұнаса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 200 грамм айранымызға бір жұмыртқаны салып, үстінен тұз, пищевая содамыз салып, жақсылап араластырамыз. Үстінен аз-аздан ұнымызды салып отырып, жақсылап илейміз. Тестамыз илеп болғаннан кейін жылы жерге қойып қоямыз. Оған дейін рулетик дайындаймыз. 3 жұмыртқамызды араластырып аламыз. Оның үстінен сметана саламыз 200 грамм. Сыр саламыз үстінен аз-аздап. Үш ас қасығымен крупа маннаян саламыз. Тұз, қарабұш салып, жақсылап араластырамыз. 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Ыстық күйінде осылай орап қоямыз. Илеген тестамыз дайын болды. Мінекей. Видеодағыдай домалатып шығамыз. Жайғанда сонда ыңғайлы болады. Лолипопсымыздың салмасын дайындаймыз. Ет тартқыштан өткен тауық етінің үстіне осылай теркадан бұрышымызды өткіземіз. Үстіне тұз саламыз. Укроп саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей тестамызды домалақ қылып жайдық. Ішіне бағана жасаған начинкамызды саламыз. Қолымызды осылай сулап бассаңыздар, жабыспайды қолдарыңызға. Соломка печеньямызды қоямыз. Тесталарыңыз 40 граммдай болсын. Өте үлкен болып кетсе, дұрыс шықпай қалады, және де ауыр болып, формасы дұрыс болмай қалады. Осылай жақсылап бір-біріне жақсылап жабыстырып аламыз да, теңдей ортасына бөліп, осылай біріктіреміз. Бірінші бағана дайындаған клярымызға матырып аламыз. Панировочный сухари менде үй жағдайында жасалған, магазиннен сатып алсаңыздар болады. Үй жағдайында жасаған болсаңыздар, үстінен жарты ас қасық куркума қосып жіберіңіздер. Сонда сарғыш түс береді.
қызып тұрған табамызды пісіріп аламыз. Сол қызып тұрған табамызға рулетіміздің ішіне салатын салмасын дайындайтын боламыз. Саңырауқұлақты теркадан өткізіп аламыз. Суы тартылғанша қуырамыз. Майсыз табада бірінші саңырауқұлақты салып қуырып алсаңыздар болады, сонда суы шығады. Содан кейін барып пиязды салып, тұзды салып дайындайсыздар. Осылай жақсылап орап, пищевая пленкамен орап, холодильникке жарты сағатқа қойып қоясыздар. Келесі тіске басарымызды дайындаймыз. 90 грамм сырымызға 2 жұмыртқаны теркадан өткіземіз. Крабовые палочки теркадан өткізіп барлығына. 4-5 қасық сметананы салып жақсылап араластырамыз. Қиярымыз осылай жұқалап кесеміз. Бір ескертіп айтатыным, қиярдың суы шығып кететіндіктен столға қояр кезде ғана жасап, бірден ұсынсаңыздар болады. Мини донер дайындаймыз. Мендегі лаваш. Сіздер тортилья алсаңыздар, ол лаваштан қаттырақ болады, және де оны кескен кезде бірден целлофанына салып отырыңыздар, бір тез кеуіп кетпес үшін. Осылай домалақ қылып кесіп аламыз. Салат жапырағын қоямыз, сырды қоямыз, тауық етін. Ішіне фаршты да пісіріп салсаңыздар болады. Мен тауық етін салдым. Ортасына қызыл перецті салдым. Мен оливки. Келесісін тоже осылай дайындай береміз. Егер тортильядан дайындаған болсаңыздар, ортасына майонез жағсаңыздар болады. Мен лаваш жұмсақ болғандықтан соусын бөлек ыдысқа құйып қойдым. Фруктовый чай дайындаймыз. Малинаны осылай саламыз. Кез келген өз қалауларыңыз бойынша жемістерді қоссаңыздар болады. Мен қант саламыз, мінекей. Мен қант қолдандым. Сіздер бал да салсаңыздар болады, бірақ балды ыстық чайдың үстінен құюға болмайды. Мятаны саламыз.
үстінен қайнаған суды құйып, және де қара шай салып жіберсеңіздер болады. Дайын болды, бетін жауып қоямыз. Мінекей барлығы дайын болды. Ұнаса қоңыраушаны басып қойыңыздар, видеоларымды жіберіп алмас үшін. Келесіде столдың сәнін келтіретін рулеттер дайындайтын боламыз.